Мен Төлегенова Жанар Бейсенқызы, Ұлытау облысы, Ұлытау ауданы номері 1 тірек мектебінің директоры. Бұл бейне бір мектептің ғана емес, тұтас ауылдың даму жолы. Ұлт кіндігіндегі мектеп шамшырағы атанған тұтас бір мектептің шынайы тарихы. Мені үнемі директор ретінде ауыл мектебінің білім сапасы мен қала мектебінің білім сапасының алшақтығы, ауыл баласы мен қала баласының айырмашылығы сияқты сұрақтар жиі мазалайтын. 3228 шаршы метр аумақта орналасқан бүгінгі 27 заманауи оқу кабинеті, химия, физика зертханасы, робототехника, арт-студия, телестудия, STEM зертханасы ашылып, робототехника жиынтықтары мен 3D принтерлері орнатылды. Жобаны бастар кезде мектебімізде объективті қиындықтар болды. Оқушылардың зеріктеу және жобалық жұмыстарға қатысу мүмкіндігі шектеулі еді. Мұғалімдер жаңашылдыққа дайын болғанымен, оны жүзеге асыруда ортаны құру және құралдың жоқтығы, ата-аналар баласының болашағына алаңдап, ауыл мектептерінде мүмкіндіктер аз деп ойлауы. Осы кезде басшы ретінде менің міндетім осы мүмкіндікті толық пайдалану еді. Біз командалық жұмысты күшейттік, мектебіміздің мұғалімдерінің әлеуетіне сендік. Номері 1 мектеп 1986 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Қазіргі таңда 514 оқушы, 51 мұғалім қызмет атқарады. Мұғалімдеріміздің сапалық құрамы 50%-ға артып, соңғы 3 жылда білім сапасы 2-6%-ға өсіп, озаттар саны артты. Біздің сенімімізді оқушыларымыз ақтады. Оқушы жетістігі ең басты нәтиже. 2024 жылы ауыл олимпиадасы да үлкен көрсеткіш көрсетті. Біздің мектебіміздің оқушылары үздік команда 2024 атағын иеленсе, 2025 жылы үздік олимпиада командасы атағына ие болдық. Биыл біздің 41 оқушымыз облыстық кезеңде жолдама алып, 3 оқушымыз 1 орын, 4 оқушымыз 2 орын, 10 оқушымыз 3 орынды иеленді. Алтын қазына, мұрагер 2025, менің шағын отаным секілді республикалық және облыстық байқауларда оқушыларымыз бас жүлдемен 1 дәрежелі дипломға ие болды. Робототехника ғылыми жоба экологиялық старттар бағытында қарқынды дамыды. Қазақмыс корпорациясы ұйымдастырылған эко-марафонда мектебіміздің тау командасы 2 орынды жеңіп алып, 1.500.000 теңгені қоржынымызға салды. Мұғалімдер де кәсіби тұрғыдан өсіп келеді. Облыстық педагогикалық байқаулардың жүлдегерлері, республикалық интенсивтерді іс тәжірибе таратушы команда, халықаралық және республикалық журналдарда жариялымдары бар. Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрлігінің адал азамат бір тұтас тәрбие бағдарламасы біздің мектептің тәрбие жүйесінде өздеріне айналды. Бағдарлама шеңберінде 6 әлеуметтік жоба іске асырылды. Смарт бала мен STEM жобалары оқушылардың инновациялық ойлауға бағыттаса, қамқор жобасы арқылы еріктілік пен қоғамдық белсенділік дамыды. Ал еңбегі адал жас өрен жобасы кәсіби бағдар берудің нақты алаңына айналды. Мектеп директоры ретінде менің тегенім білім мен тәрбие қатар жүргенде ғана мектептің шын мәнінде ұлттық тірегіне айналады. Мектеп мен үшін тек ғимарат емес, мектеп ұлттың ертеңіне жағылған шам.